Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Шолпан. Бүгін біз құрамына ешқандай сливка қосуды қажет етпейтін үй жағдайында жеңіл жасалатын бисквитті торт жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 5 жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап миксердің көмегімен 5-6 минут шамасында жұмыртқамыз бен шекеріміз 3-4 есе үлкен масса болғанша араластырып аламыз. Ендігі кезекте дайын тестамызға құрғақ заттарымызды, яғни ұнымызды, какаоымызды және қосқышымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Қанша грамм қажетті мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Бисквит өте жеңіл жасалады. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылай алдын ала електен өткізіп алынған болсын, ұнымыз сонда жақсы болып шығады. Араластырып алып, бәрін бірден емес, 1-2-3 бөлікке салып, жаймендеп миксерлеп аламыз. Бәрін бірден салсаңыздар болмайды. Миксерлеген кезде ұнды салғанда байқаңыздар, ұнды шашыратып алмаңыздар. Міне осылай. Ендігі кезекте біздің тестамыз дайын болып қалды. Мендегі видео сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Әрбір қолдау мен үшін маңызды. Ендігі кезекте диаметрі менде 22 см кальциум. Осылай силиконды күрекшенің көмегімен кальциумызға біркелкі етіп салып, алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минут шамасында пісіріп алыңыздар. Ендігі кезекте сол уақытта кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызға шекерімізді салып, жақсылап еншіктің көмегімен араластырып алыңыздар. Құрамына ешқандай сливка қосуды қажет етпейді. Тым көп араластырудың қажеті жоқ. Сонан соң сливочный масломызды салып, немесе қаймағымызды салып, араластырып, бұны да ендігі кезекте сүтімізді құямыз. Менде бұл табиғи сүт, сіздер өздеріңізге 3-2% сүтті қоссаңыздар да болады. Сонан соң газге баяу отта қозғауды тоқтатпаңыздар, астына қатып қалуы мүмкін. Қозғай отыра крем дайындайтын боламыз. Крахмалды салғаным түспей қалыпты, негізі крахмалда қосамыз. Ендігі кезекте бисквитімізді осылай мен шетін пышақ арқылы кесіп алып алдым. 3 бөлікке бөліп, кальциумымызға салып, әрбір бөлігіне осылай кремімізді жағып, орналастыра арқылы бірге біріктіріп жинап аламыз. Осылай жинап алсаңыздар болады. Мен 3 бөлікке бөлдім бисквитімізді. Сіздер өз қалауларыңызша 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Сонан соң шоколадымызға сары майымызды құйып, микроволновкаға 2 минут шамасында қыздырып алыңыздар. Менде қазақстанский шоколад болмады, мен простой шоколад салып едім. Және әсемдік үшін мен осылай апельсинді қойып шықтым. Ретпен орналастырып, сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа да жемістермен әсемдік шықсаңыздар болады. Сонан соң бетіне қант ұнтағын осылай сеуіп шықтым. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ұнап жатса лайк басып, маған тіркеліп пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар.